$27.999 дейді. Міне мынау жарық екен. Шөп шабатындар. Трактор. Нағыз трактор деп айтуға келеді екен бұны. Кірген кезде іші былай екен міне. Мен білмейтін нәрсе көп сияқты. Саймандары бар екен мындай. Сеуіп жүреді ма, сондай сияқты. Тұрмақ. Кнопкасы көп екен. Самолет сияқты. Мына трактордың биіктігі міне. Кілтін де тастап кетіпті. Мәссаған мына трактордың ішінде мен компьютер көріп тұрмын мынандай. Алдында күрегімен бағасы. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Жалпы бұл ауыл шаруашылығы қай елде болса да мемлекеттің жіті қадағалауында. Ет, сүт, бидай сияқты ауыл шаруашылығы өнімдері, яғни тамақ өнеркәсібі мемлекеттің тіпті қауіпсіздігі деп айтсақ та артық айтқан болмас едік. Өзім енді ауылда өскен, атамның баласы болғаннан кейін ауыл шаруашылығын жақсы білемін, бала кезден көріп өстік. Бір ауылда бір, екі немесе үш ескі совет үкіметінен қалған іріп шіріген бір трактор болады. Және бұл техникаға сұраныс деген өте жоғары. Яғни науқан басталған кезде шөп шабу, жер жырту деген сияқты. Бұл техниканың артынан салпылдап еріп жүрген халықтың қарасын көресіз. Таң атпай сол трактордың есігінің алдына барып, кезекте тұрған халық, яғни опыр-топыр болып артынан жүгіреді де жүреді. Егер жаңағы тракторыңыз ауырып қалса, немесе арақ ішіп бір күн жұмысқа шықпай қалса, сол күні ауыл барлығы сол трактордың тілеуін тілеп есігінің алдында жүрген. Әрине, бұл енді біздің балалық шақтағы әңгіме ғой. Мүмкін қазір ауыл өзгерген шығар. Мүмкін ауылдарда қазір ондаған 20 су жаңа тракторлар өріп жүрген шығар. Егер мен қателескен болсам, өзгеріс болған болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Қазақ тіліндегі контентті, яғни менің видеоларымды қолдау мақсатында осы арнаға жазылып, лүпіл басып, бармақ басып жіберсеңіздер, керемет болар еді. Бұл менің арнамның дамуына, яғни қазақ тіліндегі контенттің ютубтың алгоритмі алып кетуіне, жоғары қарай көтеруіне үлкен әсер етеді. Бұл каналдың ашылу мақсаты да сол, қазақ тіліндегі контенттерді ана тіліміздегі санын ютуб арнасында көбейту, яғни қазақ тілімізді дамыту. 2022 жылы Америка үкіметі халыққа $15 биллион ақша таратыпты, яғни субсидия ретінде ауыл шаруашылығын дамыту үшін. Оның сыртында бұл, яғни федералдық бағдарлама, яғни Америка үкіметінің. Оның сыртында әр штаттың өзінің жеке бағдарламасы бар. Яғни әр штат жеке мемлекет сияқты болғаннан кейін өзінің диқандарын қолдау үшін, қорғау үшін олар бөлек бағдарлама ұсынады. Жалпы Америкадағы ауыл шаруашылығында қандай тракторлар пайдаланады екен, және ол тракторлардың бағасы қанша, соны көрсету үшін мен бүгін сіздерді ауыл шаруашылық техникасын сататын, бөлшектер сататын дүкенге апармақпын. Дайын болсаңыздар, сол дүкенде кездесейік. Кеттік. Джон Дирдің өзінің магазиніне келдік, дүкеніне. Джон Дир деген Американың компаниясы. Бұл компания 1837 жылы ма алғаш рет құрылған компания екен. Тарихы қандай үлкен. Мысалы, мына тұрған трактор қазір $27.999 дейді. Мынау 28.000 ақш доллары тұрады екен, мына тұрған трактор міне. Мынау фильтр сияқты міне. Мында бір жәшігі бар екен. Заттарды салып қоятын. Артында мынандай подфарниктері, прицепке артынан жалғай салатыны, авто дейді. Міне мынау жарық екен. Мынамен сцеплением басып қоясың. Қысқасы осы ағайын. Міне екінші түрі, алдында міне күрегі бар. Бұның бағасы бар ма екен? Күрегімен тұрған трактор бұл $36.999 дейді. Бұл да жаңаға ұқсас, жап жаңа. Бірақ айырмашылығы ат күшінде ме екен, оны енді қарау керек интернеттен. Ары қарай барып көрейік қане. Бұл да күрегімен тұр. Әп-әдемі болып. Бұл $36.999. Дәл сондай баға. Мыналар шөп шабатындар. Яғни кішігірім тракторлар. Джон Дирдің. Бұны енді іштен бағасын сұрау керек сияқты. Джон Дирдің мынандай кішірек тракторлары. Мынау енді таза Американың өзінің жасап шығарған Джон Дирлары. Менің міне армандай беретін, айта беретінім міне осы трактор ғой міне. Қазақстан ең болмаса осыны жасаса ғой деп. Кішірек қана, артық ештеңкесі жоқ міне. Қытайдың тракторынан 10 есе жақсы деп ойлаймын. Өйткені американдықтардың сапалары
әрине жақсы болады. Кәне отырып көрейік. Міне не бар? Ручной тормоз бар екен. Мынау енді оталдыратыны дейді. Мына жақта міне. Мынаны жоғары қойсаң қоян сияқты қатты жүресің дейді. Былай қарай жүрсең тасбақа сияқты ақырындайсың дейді. Мына жақта дисплей жанады екен, кілт болса егер. Осы міне. Кішірек қана тракторлар. Міне осы трактордың мынандай бар екен міне шабатыны. Бұның көбісі сол шөп шабуға арналған екен. Яғни газон шабуға. Бірден тракторларға барайыншы, үлкен тракторларға. Ар жақтан К700 сияқты үлкенінде бар екен міне. Адам айдап бара жатыр. Міне. Мынау енді үлкен трактор екен мінекей. Үстінде ашық. Кабинаның орнына мынандай істеп қойған. John Deere 5060 деген моделі. Мінекей мынандай екен. Бұдан көрі сәл үлкендеу 5120 дегені бар екен. Алдына міне салмақ қойып қойған. Алды сол көтеріліп кетпесін деп істейді ғой деймін, иә. Міне кәдімгі трактор, нағыз трактор деп айтуға келеді екен бұны. Мында фильтрлары тұр. Мынандай жәшігі бар екен, зат салып қоятын. Тіпті есігі ашық екен мінекей. Дизель дейді. Міне бұл енді үлкен трактор екен міне. Мында бірнеше фильтрі бар екен, біреу емес, екеу тұр. 51М деген модель үлкені. Кірген кезде іші былай екен міне. Мында міне отыратын орындық. Орындықтың жанында орындық ары бері көтеріледі екен, жоғары төмен жылжиды екен. Одан бөлек мынандай көріп тұрмын. Мен білмейтін нәрсе көп сияқты. Мынау көтеретін ғой деймін. Мынау не? Қоян мен тасбақа көріп тұрмын. Ұшасың деген сөз ба? Мында міне GVC-дің магнитофоны тұр. Мына жерде міне кондиционер, пеш. Мында мынандай нәрсе не екен білмеймін. Педальдан төртеу тұр. Неге көп екен? Мында мынандай айна бар екен. Міне тракторлар қаншалық тұрған. Міне щиток прибор осындай екен, John Deere'дің. Қысқасы осы. Мына жерде тағы бір адам отырып алатын жер бар екен, жаныңызда. Балаңызды отырғызып аласыз, трактор айдап үйретемін деп. Міне ауылда ағайынға осы трактордың біреуін берсе ғой деп ойлап отырмын ғой. Үкімет субсидияға таратса ғой деп осындай John Deere'ларды өз ақшасына сатып әкеліп аға. Қалай керемет болар ма еді? Сіздерге осында бір John Deere берсе. Міне мына трактордың жанында өзінің саймандары бар екен мындай. Мынау рулонды көтеріп ілетін ғой деймін, иә. Қысқасы айырлар ғой енді. Міне әр түрі бар екен. Мына кішірек тракторларға болу керек. Мынау не? Тырмайтын ба жерді? Жоқ әлде басқа дүние ма? Бұны мен өзім де білмеймін. Мынандай 4 дөңгелегі бар екен, кішірек. Мынау енді артына ілетін жері болу керек. Енді менің білмей жатқаныма кешіресіздер ағайын. Бұл салада енді маман емеспіз. Мынандай бар екен. Бұл себетін ба, жоқ әлде мына жаққа бір нәрсені салып қойып сол сеуіп жүреді ма, сондай сияқты. Мынандай да бар екен міне. Тырмақ. Мына жерді қопарғаннан кейін осымен тырмайды ғой деймін, иә. Тырмақ бүгітеді ғой деймін. Мына сондай дүние сияқты. Енді білетіндер комментарийға жазып жіберіңіздер, ненің не екенін. Мынау да сондай. Міне жаңағыдан гөрі 5060 деген трактордың кішірек түрі екен бұл. Бұл жаңағы 5012-ге қарағанда түрінен көріп тұрмын. Сәл кішірек. Бұл кішірек екен. Есігі қалай ашылады? Деп. Мынандай цилиндрмен өзі ашылады. Мынандай. Бұда енді магнитофон жоқ екен. Өзіңіз орнатасыз дейді магнитофон. Есігі өзі жауып қалады екен. Міне тағы басқа. Дәл осы 5075 дейді, 5067. Қысқасы модельдер сияқты ғой. 5075 дейді, 5090 енді үлкен екен міне. Бұл біраз үлкен екен. Сан өскен сайын үлкейе береді екен ғой. Бағана 5120 менің кіші болып қалды ғой. 5075 дейді. 6130 дейді. Бұл енді тіпті үлкен екен 6130. Бірақ ең үлкені
6R деген екен ана ар жағында тұрған. 61-30 деген модель кәне кіріп көрейінші ішіне. Бисмилля. Іштері ұқсас екен, өзі неге екен сары жасап қояды екен. Іші жып-жылы екен. Жаңаның иісі шығып тұр. Білмеймін, ағайын өздеріңіз комментарийға жазыңыздар, енді не екенін білмеймін мұның. Кнопкасы көп екен, самолет сияқты. Аварийный түсініп тұрмын. Мынау енді жарықтар сияқты, алдыға, артқа. Мына жерде мынандай соғатын бір нәрсе магнитофон. Бұның алдында ешқандай щиток прибор ештеңке жоқ екен. Оның приборы мынау сияқты міне. Мына жерде тұр электронный. Көрдіңіздер ме мынау міне. Әрине мына жағында мындай орындық бар екен міне. Кішірек орындық. Отырғызып қояды екенсіз былай адамды. Чарджер бар екен. Телефон зарядтайсыз екенсіз USB. Трактордың ішінде AUX бар екен. Музыка тыңдап отырады екенсіз. Мен ана ең үлкен тракторға отырғым келіп тұр. Мына жігіт мынандай тракторға мынаны іліп алып кетейін деп жатыр. Мен көрген тракторлардың ішіндегі ең үлкені міне мынау. Бұл 155 деген модель. 6R 155 деген модель. Алдыңғы дөңгелегі мынандай міне салыстыру үшін. Міне артқы дөңгелегі осындай болып тұр. Мына трактордың биіктігі міне дөңгелегі менің басым жетпей тұр. Әрине бір сондай ұзын жігіт емеспін, бірақ дегенмен де трактордың үлкендігін айтайын дегенім ғой. Ішіне кіріп көрейік. Ең осы жердегі паркингтегі ең үлкен трактордың шығандай екен. Бұл трактор енді төбесінде люгімен жүреді екен енді үлкен. Самолет сияқты қағаздар кілтінде тастап кетіпті. Оталдырып айдап жүре бер деп. Сондай адамдардың сенетін мәссігі мына трактордың ішінде мен компьютер көріп тұрмын мынандай. Мына жағында тағы да бір компьютер тұр. Трактордың ішінде осының барлығы. Және адамдар міне кілтін тастап кетіпті. Сенетін сонша. Оталдырып қазір айдап жүріп көруге болады. Бірақ мен қалай айдау екенін білмеймін. Мына міне қоян мен тасбақа көріп тұрмын. Мен тез жүресің, жай жүресің деген сөз сияқты. Басқа не мынандай бар екен. Колон салып қоятын бар екен мұнда да. Міне мынау енді өте үлкен екен. Төбеде мынандай люк көріп тұрмын міне. Мына жанындағы орындығының өзі бұның үлкен екен. Отырсаң, мұнда бірдеңе бар екен. Басқа түсіп жүрмесін. Жоқ. Қазағым бір күнде осындай бір жағдайға жететін бір күн болар енді. Міне есігі қалай жабылады. Бағанағындай кішірек ойыншықтау трактор. Бірақ ойыншық деп айта алмайсың. Себебі нағыз үнемді, нағыз керемет трактор. Ауылға осы ма деймін, алдында күрегі бар. Қардан бастап кез келген нәрсені күрей бересіз. Керек болса міне қаза бересіз артын. Жерді қазып, үйге су түсіріп алсаңыз болады. Өйткені білем ғой, ауылдарда әлі су жоқ екенін. Мынау енді басқаратыны болу керек, мынаны жоғары төмен түсіретіні. Жалпы трактордың өзі міне іші мынандай кішірек қана. Артық ештеңесі жоқ. Мынау 40-44 дейді. Үлкейіп бара жатыр былай қараған сайын. 40-44-тер. Бұлар біраз үлкендеу екен. Алдында күрегімен мынандай жерді шабатын трактор. Бағасы $15,000. 15,400. Одан біраз үлкендеу тұр. Мінекей, мына түрі біраз үлкендеу. Бұның бағасы 16,799. Алдында күрегі бар. Мини трактор. Мини болғанда ондай мини емес, кіші емес. Артында несі де бар. Қазатын экскаватор да бар. Бұның бағасы $31,900. $32,000 мынандай трактор алуға болады. Артында күрегімен. Мына жақта отырып алып, жерді қазып отырасыз, отырғышта. Міне мынау артында бірақ ештеңке жоқ. Экскаватор сияқтысы жоқ. Бұның бағасы $26,900, $27,000. Бұл сәл үлкендеу. Іші мынандай. Мінекей. Сәл үлкендеу, бірақ алдында бұның күрегі бар. Мұнда күрей бересіз. Мінекей. $45,000 мына түрі бар екен міне. Өзі
кабинасы жабылады. Астында мынандай шөп шаба ма, бірдеңкесі тағы бар. Міне 45 мың доллар. Кішірек қана трактор. Бірақ іші мынандай міне. Тұрған заттың не екенін білмеймін. Білетін адамдар болса, ағайын, комментарийға жазып жіберіңіздер. Бұлардың не екенін. Артынан қарағанда міне мынандай алдында шынжыр, мынандай түрі бар екен. Жерге дән себетіндер ғой деймін менің ойымша. 699 доллар тұрады екен. Мынау енді менің түсінгенім бұл енді топырақты бөлетін ғой, шымдарды. Жаңадан жерін істеген кезде шым болады ғой. Соларды үгітіп бөлуге арналған сияқты. Мына тіпті іші жабылады екен бұның. 21 мың дейді ғой мынау. Мындай су алып жүретін бар екен. Мынандай дүниелер де бар екен міне. Бұлардың бәрінің бағасы бар сияқты. 1699 доллар тұрады екен. Мынау 1699 доллар тұрады дейді. Бұның бағасы 4800 дейді. 4899. Қаншалықты қымбат екенін білмеймін. Өздеріңіз айтарсыздар. Мыналар 1600, 1500 доллардан мына тұрғандар. Трактордың артына су құятын ба? Мынандай бар екен міне. Мыналарында неше түрін жасайды екен енді Джон Дир. Бұл енді кәдімгі жылиды екен іші. Магнитофонға дейін бар екен. Ескіріп кеткен сатып жатыр ма немене? Мына тұрған трактор, мына трейлерімен бірге 17 мың доллар. Бірге. Трейлер пакетч 17 мың доллар. Барлығы бірге 17 мың деген сөз. Қолжетімді баға деп есептеймін. Себебі кішір тракторлар, жаңа көрдіңіздер, 16 мың, 17 мың доллардан басталады. Үлкендері 45 мың, 50 мың доллар. Бірақ енді тіпті 40 мың доллардың өзі Американың табысы үшін өте ауыл шаруашылығы үшін қымбат деп ойламаймын. Және оның сыртында бұл 40-50 мың долларға алса да, мына үлкен техникаларды үкімет субсидия ретінде оларға пайызсыз кредит береді, немесе белгілі бөлігін жауып береді. Мен енді оны жеке зерттесем, ол өте көп әңгіме, бірақ айтпақ болғаным, шаруалар үшін, ауыл шаруашылығы үшін өте жақсы жағдайлар жасалған деп мен айта алатын едім. Мынау Американың өзінің шаруаларына арнап шығарған өнім. Бұл техникалар 1837 жылдан бері жасалады. Яғни осы завод құрылғалы 100 жылдан асып кеткен. Ол не деген сөз? Бұл заводтың тарихы, бұның сапасын көрсетеді. Джон Дир, менің ойымша, Алматыда да бар ғой деймін бұлар. Бірақ енді Алматыдағы бағасы өте қымбат болу керек. Қорыта айтқанда, қазақ еліне осындай бір завод керек ақ. Мыналарды жасай бастаса, міне қандай керемет болар еді. Мынаны жасауға қаншама күш кетеді дейсің. Мынаған ештеңкенің де көп керегі жоқ қой. Мысалы, үлкендеу түрі. Міне 4 трактор, мотор салдың, коробка болды, яғни трансмиссия. Басқа артық ештеңкенің керегі жоқ. Бұны шығара алмаса, мыналарды шығарсын, міне кішірек. Оны шығара алмаса, анау шетте тұрған тіпті кішкентайын шығарсын, білмеймін, шығаруға болады ғой. Халыққа таратуға мүмкіндік болса, сотақтарыңызды, яғни мына løпілдеріңізді басып жіберіңіздер, және каналға жазылыңыздар. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман есен сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.